Чехияның Кутнагора деген қаласындағы 40 мың адамның басы қойылған гостиница. Бүгінгі видеомда осы гостиницаны көрсетемін. Чехия астанасы Прага қаласынан 80 шақырым жердегі Кутнагора қаласына жыл сайын 500 000 турист осы 40 мың адамның бас сүйегі қойылған гостиницаны көруге келеді. Мұнда адамның қаңқасы, аяғы, қолы, қабырғасы бәрі қойылған. Гостиницада обадан, аштықтан, соғыста өлген адамдардың сүйектерін де көресіз. Әлемде дәл мұндай бас сүйектер музейі жоқ. Мыңдаған сүйек мұнда қалай қойылды? Бұл сұраққа жауап беру үшін гостиницаның тарихына үңілу керек. Бұл жердің тарихы тереңде. 1278 жылы чех королі Пржемысл Отакар II Кутнагорадағы монастырдың аббаты Генрихті Иса пайғамбар крестке қағылған Голгофа жеріне жібереді. Голгофа жері шығыс Иерусалимде орналасқан. Аббат Генрих Голгофадан топырақ алып келіп, Кутнагорадағы зиратқа шашады. Европа халқы Генрих Кутнагора зиратына Иса пайғамбар крестке қағылған жердің топырағын шашыпты дегенде естіп, мыңдаған адам өмірден өткен соң осы зиратқа жерленуді қалайды. Осыдан кейін бұл жерге көптеген адамның сүйегі қойылады. 1318 жылы Европаны жайлаған ұлы аштықтан және обадан көп адам қырылып, Кутнагорадағы зиратқа 30 мың адамның сүйегі жерленеді. Ал 1419-1435 жылы қазіргі Чехия аумағында болған Гусит соғысында қаза болған 10 мың адамның сүйегі де осы жерге көмілген. Осыдан соң Кутнагорадағы зират аумағы тым кеңейіп, адамдарды жерлеуге жер жетпейді. 1400 жылдары 60 мың адамның сүйегін қазып алып, осы қаладағы часовняның төменгі бөлігіндегі қоймаға қояды. Аңыз бойынша 1500 жылдары сүйектерді қазуды көзі дұрыс көрмейтін монах орындап, ол жерден алынған сүйектерден 6 пирамида тұрғызады. 1784 жылы император монастырды жабуды бұйырады. Ал сүйектер қойылған часовня мен монастыр жерін Богомиядағы бай Шварценбергтер отбасы сатып алады. 1870 жылы Шварценбергтер отбасы ағаш шебері Франтишек Риндті жалдап, часовняда сақталған сүйектерден туынды жасауды тапсырады. Қазір сол сүйектерден жасалған люстра, Шварценбергтер отбасының гербі, пирамидалар, базалар Кутнагорадағы осы гостиницада қойылған. Тіпті осы гостиницадағы люстра, гербтерді жасаған Франтишек Риндтің аты жөні де адамның сүйегінен жазылған. Мына люстра адамның қаңқасындағы барлық сүйектен жасалған. Төбеге де сүйек арқылы ілінген. Мына гербтен де ірі және ұсақ сүйектің бәрін көруге болады. Ғимараттың қабырғасы, төбесінен де адам сүйектері төніп тұрады. Ал мынау Гусит соғысында қаза болған адамдардың бас сүйектері. Сүйектерден қылыштың, садақ оғының, айбалтаның, найзаның ізін көруге болады. Мына бас сүйек қылыш я айбалтамен шауып түсірілген. Ал мынау із садақ оғынан қалған. Европада бұл жерге қатысты 2-3 пікір бар. Бірі бұл жерді адамдардың сүйегін, рухын қорлау десе, енді бірі өнер туындысы деп есептейді. Гостиницаға обадан, түрлі дерттен қайтыс болғандардың сүйегі қойылса да, бұл жерден ауру жұқтыру мүмкін емес. Бірақ 40 мың адамның сүйегі қойылған жердің аурасы, энергиясынан бой тітіркенеді, жүрек шымырлайды. Сыртқа шыққан соң ойға қаласың. Мұнда қойылған сүйектердің кімдікі екені қазір мүлде белгісіз. Гостиницаның айналасындағы зираттарда, мына тротуарлардың астында да адамдардың сүйегі жатыр.
Осы аймақтың радиусында 200-300 метр жерлерде осы маңдағы үйлердің астында да сүйектер бар. Кутна-Гора қаласындағы гостиницаға кіру құны 2500-3000 теңге болады. Студенттерге, зейнеткерлерге жеңілдік бар. Міне, Кутна-Гора қаласындағы 40 000 адамның бас сүйегі қойылған мұражай іспеттес гостиницаға шағын саяхатымыз осымен аяқталды. Егер Чехияға, Прагаға жолыңыз түсіп жатса, Кутна-Гора қаласындағы осы бір гостиницаға кіріп шығыңыз.